менен бір кісі араласа, мен де сондай аралаған болармын. Сонда көзімнің жеткені, мынау ертеде өткен батырларымыз өз жерінде туғанмен де өз жерінде өлмеген екен. Кім үшін? Анау Жоңғар тауының етегінде, Атырауда, Жайық бойында туған Жоламан батыр жатыр, Тіленші ұлы. Анау Қарақалпақтың жерінде Сырым батыр жатыр. Бөгенбай, Қабанбай, Бөгенбайлар сырада ат басын бұрып, ат тұяғын ойнатқан. Сонда олар елігіп жүрмеді. Кебексін елітіп, қолтығып терге сасып жүрген сошалдарымыз қазағым деп, халқым деп, Жоңғар атауынан жау шапса, Жайық бойынан барған жоқ пен. Жайық бойына жау шапса, анау арқадан түгілдей келген жоқ пен. Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ. Болашақ мәңгілік елдің іргетасы бүгіннен басталады. Бүгін 700-ге жуық Атыраудың жастары осы залға жиналды. Мәңгілік елдің іргетасын бекіту үшін. Көктудың желбірегені. Алтайдың алып тауларынан бастап алған мега акция Атырауға ағылды. Форум эстафета аймақтарды аралап келеді. Бүгін өзгеден көш ілгері жүрген жастар, этно-мәдени орталық өкілдері, ел ардақтаған ардагерлер Жайық жағасына жайғасты. Эстафета 14 облыста айналып өтуі тиіс. Жыл соңында негізгі шара Астанада аяқталады. Тілек бұрышына аймақ басшысының өзі қолтаңбасын қалдырды. Егер елдің бірлігі болмаса, елдің өмір сүріп отырған кезеңін бағалай білмесе, елдің қиын жағдайға ұшырайтынын мынау көршілес күні кеше бірге болған бауырлас Украинадан көріп отырсыздар. Ол елдің алдағы болашағын қандай болатынын әлі ешкім біліп отырған жоқ. Оны біздің қазақша айтқанда Алла тағала басқа бермесін. Бірлік идеологиясын қазіргі кезеңмен тәржімалаған әкім жаңа Y ұрпағына қарап сілді сөзін бағыштады. Еліміздің болашағын сіздердің жасайтындарыңызға толықтай сенемін. Мәңгілік ел стратегиясы осы Y буынының бағына бұйырған құжат. Біз сөзді көбейтпей ағымдағы миллениум жастарынан мәңгілік ел ұғымына түсінік беруін өтіндік. Мәңгілік ел деп, болашағы бар ел деп есептеймін. Алдағы уақытта еліміз дамып көркеймесін деген тілекпен, отан үшін намысын бермей, қазақ еліне үлесін қосу. Ең басты қазақ тілін дамытып, сол туралы шетелде жобалар жасап, қазақ тілін дамыту керек. Мега флешмоб өз деңгейінде өтті. Төрден тілек айтқандар кәрі мен жас, қоғам қайраткерлері, түрлі сала қызметкерлері еді. Мәңгілік ел біздің күш қуатымыз. Бүгін сол рухани күштің жарқылын көрдік. Рухты идея халқымыздың бүкіл құндылықтарының бір арнаға құйылуы. Сөйлегендердің сөзіне салсақ, өрнек осындай. Тәуеткен тәуелсіздігіміз әр азаматтың негізгі капиталы. Сондықтан нақты не істеу керек? Мысалға, мен кәсібім, мен мәдени жолында мысалға, менің кәсібім патриоттық сезімдер туралы әнмен жеткізу, немесе бейнебаян түсіру. Қазіргі таңда біз үлкен не аштық, қор аштық. Және де үлкен предприятие дейді, жұмыс орындар, Family Production деген fpro.kz кіріңіздер. Әрине сол жерде мәдени жағынан менің патриоттық әрекеттерім бар. Ол жерде біз қазақ елі, қазақ жері, мәдениетін, аспаптарын, деңгейін, әдеп ғұрпын осылай паш етіп, және де елге көрсету мақсат. Біздің стратегиямыздың бірі. Ақпанда ғана Ерболатты полицейлер сылқия мас күйінде көліктен суырып алған. Әншіні Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 467 бабы көлікті мас күйінде жүргізді, есірткіні пайдаланды немесе көлікті спирттік ішімдік ішкен адамның жүргізуіне ерік берді бойынша жауапқа тартқан. Ал бұл бап бойынша адам әкімшілік жауапқа тартылып қана қоймайды. Кемі 4 жылға дейін көлік жүргізу құқығынан айырылады. Бұл жөнінде тіс жармады. Ал Атырауға сапарындағы гонорары қанша екен? Жоқ, неге маған төленеді? Бұл жерде біз еліміз тер құшпақ бір. Бізге шақырылады, жол ақысы төленеді.
сол себептен сосын жаңағы ат мінгізбесе де шапан жабатын жаңағы болады. Ол енді қазіргі таңда гонорар деп айтып атады. Кейбіреулер оны әртүрлі қабылдайды. Сол себептен мен осы үлкен мерекеге шақырылып, енді шапан жаба ма, жаппай ма, ат мінгізе ма, ол өзі ел жергілік өзі біледі. Әрине тегін келмейтіні анық. Тегін сыйлайтын әнші өнерінің құпия емес жақтарын сөз етті. Бұйырса әртүрлі болады енді. Мен туралы ой неше түрлі ел құлағы елу ғой. Неше түрін айтады екен, мен тыңдап бар ғой, тура ішім ұстап, қарқылдап күліп жатырмын бар ғой негізі. Бірақ жалпы аман болайық, машалла. Қазақтың жігіттері Ерболат айтқандай алматылықтардай арлан, астаналықтардай жомарт, атыраулықтардай арман болса, бірлігіміздің ұйғаны. Бейінен, әнінен, сөзінен ұлттық иісі аңқыған эстафета ертең Еуразия ұлттық университетінде жалғасын табады. Мәңгілік ел жалпы ұлттық идеясын қолдау мақсатында ұйымдастырылған акция осымен тәмам. Артық не кем кеткен жерлеріміз болса, көрермен өздеріңіз бағаларсыздар. Көріскенше.